Наурызға орай қан талапай ойынын жариялаймын. Ұтқан адамға ат басындай алтын беремін. Уа хан ием, ұлыстың ұлы Наурыз мерекесіне ұйымдастырған сіздің мына ойыныңызға қан талапайға жан-жақтан әртүрлі өңірден батырлар келіпті. Шақырыңды. Мен батыр батырмын. Обещайсың. Мен Әмірхан батырмын. Естай батырмын. Айтқан батырсың. Сапал Ал балалар, мынау біздің қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнаймыз. Хан бұйырғандай біз мына ұлыстың ұлы күні 22 наурызға байланысты ойын ойнаймыз. Ал енді балалар, алдымен мен сендерге хан талапай ойынының ережесімен таныстырып өтейін. Мына менің қоржынымда асық толы қоржыным бар. Енді осы асықтардың ішінде қан асық болады балалар. Сендер сол асықты қазір мен шашқанда жапа-тармағай бас салып, ішіндегі неғұрлым қан асықты алып үлгеруіміз керек. Қан асыққа не болған бала ойынды бастайды. Ал келді. Алақай-ау алақай, қан талапай. Олай болса жинап алған болса, асықтарымызды санап жіберейік. Бір, екі, үш, төрт, бес асық. Мұзафарда бес асық. Ал Әмірханда қаншасы екен? Бір бес асық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді Мансұрда қаншасы санаймыз? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал Естайда қаншасы екен? Екі, үш, төрт асық. Ал Әлиханда қаншасы екен? Әлиханда бір, екі, үш, төрт, бес асық. Дегенмен өзіміз ережені бұзбай, қан асыққа кім ие болған, сол бастайды дедік, иә? Ал екінші одан көп жинаған қазір екінші ойынды жалғастырады. Ал асықтарды жинап алып, тізімдер. Ал бала тұрыңдар, қан асықты. Жақсы. Ал енді бала жан-жаққа бөлмейміз. Жан-жаққа қарай жүреміз. Естай ойынды бастайды. Естай. Жақсы. Ешқандай ұпайламады. Екінші Мансұр. Мансұр атады. Мансұрда ешқандай ұпайламады. Үшінші жинаған бізде Мұзафар болды. Жақсы, керемет. Өзіңнің ұпайың бала ғой. Және ұпайға ие болған адам тағы да асық атады.